Саламатсыздар. Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мүгедектігі бар адамдарды тифлотехникалық құралдармен қамтамасыз ету туралы мемлекеттік қызмет. Бүгін біз тифлотехникалық құралдарды қалай таңдау нұсқаулықтарын көрсететін боламын. Ең алдымен браузерді ашып, әлеумет деп жазып, әлеумет.gov.kz батырмасын басып, содан кейін кіру батырмасын басып, клиент ретінде кіру батырмасын таңдайсыздар. Бұл жерде сертификатыңызды таңдайсыз. Сертификат дегеніміз ол электронды цифрлық қолтаңба, ЭЦП дейміз. Бұл жерде ЭЦП-ңізді таңдап, құпия сөзіңізді енгізіп, әлеумет порталына кіресіз. Әлеумет порталы ашылған соң, бұл жерде сізге көмек батырмасын таңдап, көк көрсеткішке басасыз. Бұл жерде тифлотаяқтардың тізімі шығады. Бұл жерде сүзгі батырмасын басап, сіз қай өңірді таңдауыңызға болады. Толығырақ батырмасын басып, қосу батырмасын басып, тапсырыс беру батырмасын басасыз. Бұл жерде кепілдірілген сомадан аспауы қажет. Қазпошта арқылы курьерлік жеткізу тегінді басасыз да, қала елді мекеніңізді, аймағыңызды таңдайсыз, ауылдық округіңізді таңдайсыз, елді мекеніңізді таңдап, көшеңізді таңдайсыз, үй және пәтеріңізді таңдайсыз. Мен өтемақы туралы ақша қайтару туралы өтінішімді оқыдым, құс белгісін қойып, тапсырыс беру батырмасын басасыз, және бұл жерде сертификатыңызды таңдайсыз, электрондық цифрлық қолтаңбаңызды бұл жерде жүктелу үстінде болады. Электрондық цифрлық қолтаңбаны таңдаған соң, құпия сөзіңізді енгізіп, бұл тапсырысты нақты растап қол қоясыз. Тапсырыс беру батырмасын басып, бұл жерде сіз таңдаған тапсырыс тауардың болуы туралы жауап күтесіз. Назарларыңызға рахмет.